Так, сұрақ. Бір кедейдің ағасы қайтыс болады. Бірақ қайтыс болған адамның інісі болмаған. Сонда кедей... Сұрақ, қайталаймын. Жоқ. Қарындасы ма? Ой, молодец, қарындасы. Молодец. Келесі сұрақ. Қалтамда жоқ, алақанымда жоқ, бірақ менімен жүреді үнемі. Ой, молодец. Соңғысы. Тағы. Бұлай. Қандай береді тағы? Тор жағы құсынен армандайды, әйел несімен әдемі, аңшы неден қорқады? Үшеуінің сөзі бір... Жоқ, үшеуінің жауабы бір ғана сөз дедім ғой, барлығында бостандық. Тордағы құс бостандықты армандайды, әйел бостандықта жүретін болса әдемі болады, и аңшы неден қорқады? Так, әкесі мен баласы аварияға түседі да, сөйтіп, оны больницаға апарады. Хирург, енді операция жасайтын кезде айтады, мынау менің балам ғой дейді. Сонда ол хирург кім? Хирург анау неге түспеді? Аварияға түспеді? Хирург өліп қалғанда? Жоқ, тыңда. Әкесі мен баласы аварияға түседі, жедел түрде. Ананың баласы әкесі басқа баланы болады. Жоқ, әкесі мен баласы аварияға түседі, сөйтіп больницаға апарады, операция жасайын деп жатқан кезде хирург айтады, мынау менің балам ғой дейді. Сонда хирург кім? Қайсы айтады? Балам. Ол ешкім әкесі емес. Баланы айтады. Балаға айтады. Баланы айтады. Баланың әкесі анау атасы ма? Жоқ, кімдің әкесі ма? Кәдімгі өзінің туған баласы. Әкесі мен баласы.